анаш мәнін міне үйрететін болам, басынан бастап асықпай. Бірінші 7-ші пернеге барамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан басамыз 7-ші пернені. Бірлеп тартамыз. Шет деп айтамыз тартқан кезде. Шет. Сосын 5-ші пернеге барамыз. 7-де тұрып қо. 7, 6, 5. Жүр деп айтамыз. Жүр. Сосын 3-ші пернеге барамыз. 4, 3. Сем. Жүрсем деген сөзді міне. Буыны жүр, сосын сем. Басынан бастайық. Шет, жүр, сем. Жаңағы 3 санды қостық. 7, 5, 3. Шет, жүр, сем деген міне әуен шықты. Мына ең бірінші перне бірі болады. Шет жүрсем, сағынарым. Шет жүрсем, сағынарым. Міне. 2, 3, 2, 0. 0 болса, ешқандай пернені баспаймыз. Міне. Жалғасы міне. Шет жүрсем, сағынарым. Са, 2-ні басамыз, са дегенде. Сосын 3-ті басамыз. Ға, қайттан 2-ші перне, на, сосын ашық, рым. Сонда сағынарым деген сөз шығады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Кім түсінбей жатыр, комментарийге жазып жіберіңіздер, ама. Басынан бастап тартып көрейік. Барынша асықпай үйретіп жатырмын, жай. Түсініп алу үшін. Өйткені шамалы тез тартқанда көбісі түсінбей қалатын сияқты. 7, міне қайттан санаймыз. Қайттан көрсетейін, түсінікті болу үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Шет, жүр. Сосын міне 3-ке бардым. Міне санайсыздар, 5-те тұрсыздар ғой. 5, 4, 3 деп. Мына сызықтың алдынан басасыздар, қаттырақ басасыздар. Сол кезде дыбыс шығады. Сем. Сонда шет, жүрсем, сағынарым. Шет, жүрсем, сағынарым. Міне, түсінікті болды деп ойлаймын. Тек мына сандарын дәптерге жазып алыңыздар, сосын асықпай басып отырасыздар саусақпен. Міне, осылай ұстайсыздар, бас бармақ. Осылай тұрады, міне, 2-ші саусақпен қарама қарсы. Міне, осылай тартсаңыздар, жақсы әуен шығады, міне. Осылай жаймендеп басып, домбыраны үйрене аласыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып жіберіңіздер. Әрі қарай үйретейін. Шет жүрсем, сағынарым. Жабықсам, шағынарым деген жер енді. Жабықсам, шағынарым. Тек сандарын айтайын, түсінікті болу үшін. Дәл жаңағыдай міне сандарын басамыз. 0, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 2. Кезек-кезек. Жабықсам деген сөз. 0, 2, 3, 2. Міне қайттан. Жабықсам.
екі деген кезде басқа сөз басталып кетеді. Ша, сосын ашық 0, шағынарым деген сөз, шағы, сосын 10-шы пернеге барамыз. На, сосын 8-ші перне, рым. Сонда барлығын қайттан қосайық, түсінікті болу үшін. Жабықсам, буынға бөліп жатырмын. Шағы, на, 18, рым, шағынарым. 0, 2, 3, 2, қайттан 2, міне, бұлай. Екіден кейін қайттан 2 емес, 0 болады. 0, сосын 18, сөзімен бірге айтайық. Жабықсам, шағынарым. Міне, осылай. Түсінікті болды деп ойлаймын енді. Жаймен деп тарттым. Түсінбей жатқан жерлеріңізді комментарийге жазыңыздар. Анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. Жүрегім жартылқайды, көңілім қортаймайды. Анасы бар адамдар. Міне, әрі қарай келесі сабақта үйрететін болам. Ал кім домбыра үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Мына жерде жаңа менде кішкене қате кетіп қалған сияқты. Келесі сабақта үйрететін боламын. Ал кімге түсінікті болды, жаңағы жерлер комментарийге жазыңыздар, ма? Кім түсінді, кім түсінбеді, оны да айтыңыздар. Әрі қарай дәл бүгін шығарайын ба келесі жаңағы бөлімді. Соңына дейін бір күнде барлығын үйретіп жіберейін ба? Оны да комментарийге жазыңыздар. Кімге түсінікті болды, кім үйреніп алды, оны да айтыңыздар. Сосын сіз үйреніп алғасын, сізді жаңағы сіздің комментарийіңізді үйрендім деген халыққа көрсететін боламын. Міне осы оңай тәсілмен үйреніп жатыр деп. Сөйтіп адамдар осы оңай тәсілді білетін болады. Ал сау саламатта болыңыздар.